Әли мен Ая. Әли, еркін отыр. Арқаңды тік ұста. Міне, осылай. Тік отыр. Жауырыныңды түзе. Осылай. Дұрыс. Жақсы. Жақсы. Тамаша, керемет. Жарайсың, Әли аға, жарайсың. Әли, бала, бүгінге осы жетер. Тоқтай қой. Сұңқар, тұр. Қалай балам? Атқа отырған ұнады ма? Әрине, әке, ұнады. Атқа дұрыс отыра білу бұл үлкен өнер балам. Ал атқа дұрыс отыра алмасаң, өзіңді де, астыңдағы атыңды да шаршатасың. Түсіндім, әке. Мен шаршаған жоқпын. Сұңқар да шаршамаған сияқты. Сұңқарым менің, тұлпарым менің. Әке, Сұңқарды өзімізбен бірге Астанаға алып кетейікші. Қызық болады. Әли мектепке атпен баратын болады. Сабаққа атпен? Ая. Қалада атпен. Сұңқар осында, жайлауда қалада атай. Қалай? Жайлауда? Иә. Сұңқар ақтөс, көжек достарыңмен бірге жайлауда болады. Біз оларды сағынамыз ғой. Аятай, жазғы демалысқа шығысымен-ақ бәріміз бірге жайлауға келеміз. Ая, біз қаладан атам мен әжеме, достарымыз Сұңқар мен Ақтөс, Бота мен Көжекке, жайлауға, демалысқа шыға салысымен келеміз. Сағынып келеміз. Олар да бізді сағына күтетін болады, яке? Әрине, жайлау күтет, сағына күтет. Мен жайлауды сондай жақсы көрем. Астананы да жақсы көрем. Мен де жайлауды жақсы көрем. Астананы да. Астананы қазірдің өзінде сағынып тұрмын. Мен де сағындым Астананы. Астана. Ойын аттракциондарына барып ойнасақ қой, шіркін. Шіркін. Астананың балмұздағын айтсаңшы. Тәтті, сап-салқын балмұздақ. Әке, мұнау бәйтеректің суреті ғой? Дұрыс, Ая. Бұл бәйтерек. Әдемі. Астана. Әдемі Астана. Мұнау хан шатыр ғой. Ол жерде көп ойын аттракциондары бар. Таңға жайып алаңшы, Ая. Е, керемет қой. Нағыз таңға жайып ертегі әлемі. Думан ойын-сауық орталығы ше балақайлар. О, Думан. Думанда да ойынның түр-түрі бар ғой. Мұхит аралы, Әли. Мұхит аралындағы балықтар ше? Балықтар? Акуланы айтпаймысың, Ая? Үлкен акула. Әке, мен мұхит аралынан алтын балық көрдім. Шылт-шылт етеді. Солай ма? Әке, мен де көрдім. Сондай әдемі. Иә, ол жерде балықтың түр-түрі бар. Бұл мұхиттан 3000 шақырымнан астам қашықтықта орналасқан әлемдегі бірегей мұхит арал ғой. Бұны дала төсіндегі мұхит тамшысы десе болар. Қандай керемет. Дұрыс айтасыңдар, балаларым. Астана кереметтерге бай қала. Ол күннен күнге өсіп, өркендеп, дамып келеді.
Сарыарқа төсінде бой көтерген сұлу Астана әлем жұртшылығы қызығатын заманауи алып шаһарға айналды. Астана еліміздің мақтанышы. Астана болашақтың қаласы. Болашақтың? Ол қалай, әке? Иә, қалай? Елдің, халқымыздың болашағы жас ұрпақ мәдениетті, өнерлі, өнегелі болып, сапалы білім алып өсуіне Астанада барлық жағдай жасалынған. Сондықтан да балаларым, Астана болашақтың, жаңа заманның қаласы. Біздің қала. Бұл не, әке? Бұл балам, әлемде теңдесі жоқ. Астана опера балет театрының ғимараты. Керемет! Әдемі! Үлкен екен. Сәулім! Тура ертегідегідей сарай екен. Мәдениет ордасы. Ал мынау не, әке? Бұл ұлттық мұражайдың ғимараты ғой. Әдемі екен. Иә, әдемі екен. Ұлттық мұражай ұлттық шежіремізден сыр шертетін құнды мұраларға толы. Астана, тәуелсіз Қазақстан, алтын, ежелгі және орта ғасыр тарихы, этнография, тарих және заманауи өнер деп аталатын 8 залдан тұрады. Ая, қыран құсты көрдің бе? Иә, үлкен екен, әдемі. Мынау Астана арена стадионы. Стадион? Футбол? Футбол ойнайтын стадион ғой. Иә, Әлижан, футбол ойнайтын. Бұл жерде спорттың басқа түрлерінен де жарыстар өткізіледі. Солай ма? Шіркін, мына стадионда футбол ойнаса ғой. Ойнайсың балам. Алақай, футбол ойнаймын, алақай. Ал мен театрға барам, яке? Әрине барасың, Аятай. Алақай, Астанаға барамыз, алақай. Бой түзеген баптана, мәрмәр қала, ақ қала, Астана жас қала деп ән саламыз шаттана. Жаңа алаң, жаңа бақ, оранған көк желекке, хан шатырды аралап, шығамыз бәйтерекке.